Сәлеметсіз бе, мен есімім Шлембетова Айгерім. Мен Прометей компаниясымен серіктес болғаныма 2 айдай болды. VIP тарифін сатып алдым. Осы аралықта примерно 900 мыңдай оборот жасадым. Қазіргі таңда Каспи, OLX және Wildberries маркетплейсінде жұмыс жасап жатырмын. Тек қана Прометейдің заттарымен. Және оның ішінде 400 мыңдай таза пайда көрдім. Және де мен қазір қосымша істеп жатқан өзім жұмысым бар. Осы Прометей компаниясымен Instagram арқылы таныстым. Маған ең басты қызықтырғаны бұл уақыттың үнемділігі. Өйткені өзімде уақыт жетіспеушілігінен базарға барып, товарларды көру өте көп уақытты алған болатын. Ал Прометей арқылы бәрі дайын, яғни уақыт та үнемделеді, товар да дайын болады, упаковка, логистикасын бәрін Прометей жасаған соң мені осы жақ өте қатты қызықтырды. Екіншіден, бұл товарлардың наличие болуы. Яғни көбінесе біз қазір Wildberries арқылы сатып атқан кезде заттар көбінесе енді таусылып қалуы мүмкін. Ол базарлардағы поставщиктерден постоянно звондап, сұрап тұруымыз керек еді, наличие бар ма, жоқ па дегендей. Прометей арқылы бұл проблема шешілді, бұл мәселе шешілді, өйткені біз постоянно сайт арқылы көріп тұрамыз да, наличие бар ма, товар жоқ па, қанша штук қалған бәрі бізде көрініп тұрады. Бұл да уақытымды кәдімгідей үнемдеді. И тағы да үшінші жайт, бұл товардың сапасы. Яғни товардың бәрі жоғары сапада, олардың бәрінде сертификатталған, гарантиясы бар. Прометейге дейін Каспимен жұмыс істеген кезде көбінесе базардағы поставщиктер сертификат бермейтін, гарантиясын бермейтін, сол себепті возврат көп болатын. Сол үшін қазір Прометей арқылы менде клиенттерім де көбейді, сапасы жақсы болған соң, лояльный клиенттерім қайттан менен товарларды алатын болды. Прометеймен бірге серіктес болғаннан бастап, мен обучениясын активно қолдана бастадым. Одан кейін Каспи арқылы товарларын сата бастадым. Маған Каспи бұрыннан бері жақын болған соң, Каспиға товарларымды салған кезде продажа басында онша болған жоқ. Сол себепті мен Прометеймен сату маған ыңғайсыздау шығар, жұмыс дұрыс болмайтын шығар деген ой келе бастады. Бірақ та бір уақытта өзімді қолға алып, Прометеймен енді басқа маркетплейстар арқылы сатып көрейін деген ой келді. Сосын OLX арқылы товарларымды OLX-тің маркетплейсына сала бастадым. Сол OLX-пен біртіндеп маған продажалар түсе бастады, заказдар түсе бастады. Бұрын шын керек OLX-пен сату мүмкін емес шығар деген ойда болғам, өйткені ол жерде өзім сатып көрмеген соң, сатып алмаған соң, тек қана бэушный товарлар ғана болатын шығар деген ой келетін. Бірақ OLX арқылы товар өте жақсы өтеді екен, сол себепті менде заказдардың, доходтарым тез жинала бастады, тез көбейе бастады. Менде басында нөлден бастадым. Одан кейін OLX-тан уже доход көре бастаған соң, сол жиналған оборотымды уже Wildberries-қа салдым. Өйткені басында Wildberries-тан кішкене қорқыныш болды, өйткені ол жерде вложение керек болды, одан кейін біраз уақыт күту керек болды, ол ақшасын ақтап алған. Сол себепті кішкене ақша жиналып, одан кейін уже сол маркетплейсте жұмыс істей бастадым. Прометейда басында сол кейстарт көрген кезде олар кәдімгідей миллион, 2 миллион тауып жатқанына онша былай сене қойған жоқпын. Маған бұл мүмкін емес болып көрінген еді басында. Бірақ қазір өзім товар салып, содан доход көрген соң, кәдімгідей енді бұл жақтан кәдімгідей ақша табуға болатынын енді өзім көзмен сендім. Ең бастысы бұл ынталанып, товарларды күніге салып, сол арқылы жұмыс істесек, анализ жасасақ, онда доход та түсіп тұрады, табыс та түсіп тұрады, сол үшін.